Қосылды. Аба, қойсаңдаршы енді. Құрметті бүкіл Түркістан облысының диқандары, шаруалары, мақташылары. Біз Түркістан облысының шаруалары, Шопан ата ұлттық агро қозғалысының басшысы Алмасбек Садырбаевты әр қазағым бай болсын деп жүрген елімнің ерін қудалауды тоқтатсын. Тоқтатсын! Шаруалардың мүддесін қорғайтын, бүкіл қазақ шаруаларының мүддесін қорғайтын президент әкімшілігі жанынан комиссия құрылсын. Бүгіннен бастап қазақ шаруаларын барлық органдар қудалауды тоқтатсын. Бүкіл еліміздің шаруалардың, диқаншылардың мүддесін қорғайтын агро-индустриалды партиясы құрылсын. Партия тіркелсін. Мынау ақ алтынымның, мынау шаруаларымның еңбегі, табанақы маңдай тері, балашаға ұрпағының несібесі өтелсін. Кешегі жариялаған 330 теңгелік бағаны бізге тауып берсін. Халқым аман бол, жаңа Қазақстан құруға, әділетті Қазақстан құруға, әр қазағым, әр отбасы, әр ауыл, әр аудан атсалысайық. Алға Қазақстан, жаңа Қазақстан, әділетті Қазақстан. Құрметті Түркістан облысының шаруалары, құрметті журналистер, блогерлер, атқарушы билік. Кеше сіздер осыдан 2-3 күн бұрын мәлімдеме тараттыңыздар. Мақта бағасы шешілді. Мақта бағасын шешіп қойғанбыз. Мақта бағасы 330 теңге болып белгіленді. Міне біз мына шаруалар бүгін Жетісай ауданының біраз пункттерін, шаруалардың ортасын, сөзіміз дәлелді болсын, дәйекті болсын аралап шықтық. Міне бір азаматтың Жаңақол округіне қарасты 23 гектар мақта алқабында тұрмыз. Міне көке, міне техника, міне мақта, міне комбайн. Бірақ 330 теңге деген бағаны түсінде көрмесем, өмірімде көріп атқан жоқпын дейді. Сондықтан ана журналистер, блогерлер айналайындар, Алмасбек Садырбаевты, Шопан атаны, Бақтыбаев Әліпбекті қаралап жатқандарын тоқтатыңдар. Мына елдің, мына менің ешқандай кінәм жоқ. Менің біреуден 1000 аласы 1000 бересім жоқ. Менің дүнием тасбаратқан бизнес істемем жоқ. Шықағылағым, соғыр тауығым жоқ. Мен осы елге бірдеме болса, мына несібесін жинаса, жаңа биліктің айтқан 330 теңгесі бағасымен көрейін деп, ел аралап, сөзім, ісім дәлелді болсын жүрмін. Ал енді жауаптарыңды айтыңдар маған. Қай жерде келсесің, қай жерде келесің, айт маған. Мықтысыңдар ма Шардар ауданына кел. Мықтысың ба Төлебе ауданына бар. Мықтысың ба Ордабасыға бар. Мықтысың ба Қазығұртқа кел. Жердің мәселелерін шешіп бер, шеше алар ма екенсің? Қарың, қабілетің қай жерге дейін жетер екен? Мен көрем сол жерде. Қай жерге шақырасың мен сол жерге? Қазір бар десең, қазір барам. Рахмет. Міне елді солатпайық. Міне елді зарлатпайық. Міне мына елдің ақ алтынын, несібесін теріп берейік. Мына өнімнен 130-дан астам өнім шығады. Мақтадан 130-дан астам. Міне біз неғып жүрміз шырылдап? Мемлекеттік қолдауды қайтар. Мемлекеттік қолдауды жаса мақташыларға. Ойбайлатпа, шығынын өтеп бер. Рахмет, халқым. Жалған ақпарат болмасын, жалған ақпарат. Өтірік 30 деген тоқтатыңдар, өтірік 30 деген. 330. 330 деген жоқ. Енді өтірік жалған ақпарат.